Сәлеметсіздер ме, құрметті оқушылар мен ұстаздар. Менің есімім Жәдігер Зият, 9-шы сынып оқушысымын. Бүгінгі сабақта біз арифметикалық прогрессия және оның n-ші мүшесінің формуласын өтетін боламыз. Міне ең алдымен достар, біз арифметикалық прогрессияның не екенін ұғынып алайық. Арифметикалық прогрессия дегеніміз ол белгілі бір сандардың тізбегі. Онда әрбір сан келесі бір санға, алдыңғы санға бірлей тұрақты санды қосу арқылы шығады. Мысалы оған мысал келтірейік. Мына жерде 3, 7, 11, 15, 19. Бұл тізбек, арифметикалық прогрессия. Бұл тізбекте әрқайсысына сандар 3-тен бастап 4-ке қосылып жатыр. Әрқайсысы 4 санына қосылып жатыр. Яғни 3-ке 4-ті қоссақ 7, 7-ге 4-ті қоссақ 11, 11-ге 4-ті қоссақ 15 және тағы басқа. Бұл ары қарай кете береді. Яғни бұны біз бірінші мүшені біз А1 деп белгілейміз. А1 бұл жерде 3-ке тең. Міне бірінші мүше міне 3-ке тең. Екінші мүше 7-ге тең, үшінші мүше 11-ге тең деген сияқты. Бұл жерде әрқайсысы 4-ке көбейтіліп 4-ке қосылып жатқаннан кейін сандар тізбегі. Бұл 4 айырым болады. Айырымды біз D әрпімен белгілейміз. 4. Яғни бұл айырым. Бұдан не шығаруға болады? Яғни сандардың тізбегі сол. Бұдан да басқа мысалды келтіруге болады. Мысалы, мұғалім әр сыныпта әр оқушыға бірінші оқушыға 500 теңге берсе, екінші оқушыға 1000 теңге берсе, үшінші оқушыға 1500 теңге берсе, бұл да арифметикалық прогрессия себебі. Әр оқушыға ақша берген сайын ол 500 теңгеге көбейіп жатыр. Немесе аялдамада автобустың ішінде 50 адам болса, автобус аялдамаға тоқтаған сайын, ол аялдамадан 5 адамнан түсіп тұрды. Мысалы, бірінші аялдамадан кейін 5 адам түсіп 45 адам қалды, екінші аялдамадан кейін 45 адам ішінен 5-еу түсіп 40 қалды, үшінші аялдамадан 40 адамның ішінен 5-еу түсіп 35 адам қалды. Бұл да арифметикалық прогрессия, өйткені 5 адамға кеміп отыр, не бірінде көбейіп отыр. Бірінші мысалында көбейіп отса, екінші мысалда кеміп жатыр. Бұл арифметикалық прогрессия. Енді арифметикалық прогрессияның формулаларына келейік. Арифметикалық прогрессияның формулалары. Бұл жерде n мүшесінің формуласы ең басты формулалардың бірі, ол AN A1 плюс N1 D. Бұяқта AN дегеніміз ол белгілі бір мүше. Мысалы, мына A1 болып тұрса, ол бірінші мүше деген сөз. Бұяқта AN деген n-ші мүше, яғни кез келген бір мүше. Үшінші болуы мүмкін, 11-ші болуы мүмкін, екінші болуы мүмкін. A1, мынау A1, мынау. Бұл бірінші сан, бірінші мүше. Бұл маңызды бөлшектегі сандардың бірі. Ал бұяқта тағы да маңызды рөл атқаратын сандардың бірі ол D. D ол айырма. Бәрінде айтқандай, бәріндегі ең бірінші жазған тізбегімізде біздің саны 4 еді. Ол айырымымыз 4 еді. Ал n дегеніміз ол сол мүшенің реттік нөмірі. Мүшенің реттік номері. Яғни бұл реттік нөмір деген қалайықтан білеміз? Мысалы, AN A11 болса, оның мүшенің реттік нөмірі ол 11 болады. Сол, яғни, нәтижеге мысалы, AN A11 болса, 11 деп жазады. Мысалы, біз өзіміздің мәлімдегі 3, 7, 11, 15, 19 деген тізбегімізден 10-ші мүшені тауып көрейік осы формула арқылы. Яғни A10, 3, 10 минус 1. Міне, бірінші, біз қазір 10-ші мүшені алдық. 10-ші мүшені алдық. 10-ші мүшені алдық. 10-ші мүшені табу үшін біз формулада A1 деп тұр. A1 бірінші мүше. Бірінші санымыз біз 3-ті қоямыз. 3-ті қойғаннан кейін, жақшаның ішінде n-1. Мәлімдегі мен айтқандай n мүшенің реттік нөмірі. Мүшенің реттік нөмірін табу үшін AN деп тұрады. Мысалы, мына жерде A2 болғанда, мен 10-ның орнына 2-ні қоятыным. Яғни біз кейін осы мүшенің реттік нөмірі 10-нан 1-ді аламыз, кейіннен оны 4-ке көбейтеміз. Біздің айырымымыз 4-ке тең. Яғни бұдан не шығады? Жақшаның ішінде 10-нан 1-ді алсақ 9, 9-ға 4-ті көбейтсек 36, яғни 3 плюс 36. 3 плюс 36 дегеніміз 39-ға тең. Міне бұл біздің арифметикалық прогрессия және арифметикалық прогрессияның n-ші мүшесінің формуласы. Сіздермен көріскенше сау болыңыздар.